ақпараттық өнім. Көз ұшында көлбеңдейді алып мұз, түз желіне тоңбай біз ақ қалыппыз. Мұз үстінде еркелісіп, өбісіп, оқшауланып, құшақтасып алыппыз. Бес ақ құрлық, бес ақ түрлі кеңістік, алтыншысын мекен еттік, өбістік. Тек мұзбенен құрсауланған бұл құрлық, тек біз үшін қапырық түз, ең ыстық. Бұл ғаламат, табиғаттың көрігі, оны келіп сүймесе де Африканың еріні. Екеуміздің демімізге тұншығып, алап мұздың бір бөлігі ереді. Әулиеата өңірінен шыққан шайыр, табиғат махатұлы Абайылдаев 1988 жылдың 4 ақпанында Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылында дүниеге келген. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті филология факультетінің түлегі. Республикалық тәуелсіздік танытқан таланттар фестивалінің және махаббат мүшәйрасы, Алаштың Айбоз әбіші, дүниеге келер әлі талай Қасым әдеби байқауларының жүлдегері. Жамбыл облысы әкімі сыйлықсының поэзия аталымы бойынша лауреаты. Жамбыл облысы әкімдігі жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен «Миллениум» атты кітабы жарық көрген. Ақжол газеті мәдениет және спорт бөлімінің редакторы. Армысыздар Жамбыл телеарнасының көрермендері, эфирде Жансусар және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонағымыз «Миллениум» кітабының авторы ақын Табиғат Абайылдаев. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Ойдағыдай бар. Бүкіл әлемдік пандемия бүкіл шығармашылық иелеріне өз әсерін тигізіп жатыр. Карантин сізге қалай әсер етті? Енді карантин бұл жалпы ғаламда болып жатқан жағдай ғой. Сондықтан ол кері әсер етпейді менің ойымша. Әр жамандықтың бір пайдасы бар. Сол жақсы жағына қарай не қылсаң, ізденсең, ойлансаң, жатсаң қайта көп нәрсеге игілігіне жаратуға болады. Сондықтан маған айтарлықтай бір кері әсерін тигізді деп айтамын. Мәселен, Маржан Ершу өзінің шығармашылық лаборатория деген кітабын шығарыпты. Көп өлеңдер жазып жатқан шығарсыз. Мен білмеймін, бұйырғанын жазып жатырмыз. Мен күнде жазбаймын. Енді демалыс кезінде, былайынша айтқан кезде демалыс болды ғой, бір жағынан адамдарға үйінде жатып қашықтан жұмыс істеу деген. Демалыс кезінде біраз кітап оқуға мүмкіндік туды. Бұрынғыдан көбірек уақытым болады. Сол жағынан біраз өзімнің өлеңдер жаздық, біраз ізденіп оқыдық. Сондай бір жақсылықтар болды. Шығармашылық ізденіске өте жақсы уақыт болды дейсіз ғой. Енді ақын болу бұл тағдырдан ба, әлде мінезден бе? Адамға қандай да бір мамандықтың, бұл енді мамандық емес қой, бірақ қандай да бір талант болсын, мамандық болсын берілген кезде бұл Тәңірдің сыйы деп ойлаймын бірінші кезекте. Ол ешкім іңгәдіп туған кезде білмейді ғой, кім болатын. Бірақ уақыт өте келе неге бейімі бар екені, бұның бәрі Тәңірдің берген сыйы. Сол Құдайдың сыйы деп ойлаймын. Ақындық бұл Алланың сыйы. Осы бойыңыздағы ақындық сіздің өміріңізде оң өзгерістер әкеліп, немесе зияны тиген кездер болды ма? Барлық нәрсені бұлай балансын ұстап отыра алмайсың ғой. Мүмкін бұрын кейбір жерде айтпайтын нәрсені айтқызған шығар, мүмкін пайдасы да болған шығар. Оның бәрін бір сәтте еске түсіре алмайсың. Әрине, кейде бір жерлерде
айтылмауға тиісті әңгімелерді айтып жібересің, бір сондай сол жағынан кейін тілін тістеп қаласың, сондай бір дүниелері бар енді әрине. Бірақ жалпы алған кезде мен уақыт өте келе өз-өзімізді бақылауда ұстайтындай жағдайда болдық қой, жалпы. Қай жерде болсын, қандай жерде болсын. Бақылау, контрольда ұстау дейміз ғой. Өз-өзіңнің бүкіл эмоцияңды, бүкіл ойыңды жиынтықтап айту, соған ненің керек, ненің керек еместігін түсіне алатын жағдайға жайлап жеттік деп ойлаймын. Сондықтан ешқандай зиян тиіп жатқан жоқ деп айта аламын. Өз заманыңызға қандай баға бересіз? Көңіліңіз тола ма? Өмірге өкпелемейсіз бе? Жиі өкпелейсіз бе? Жоқ, мен ешкімге өкпелемеймін. Біреуге не үшін өкпелеу керек? Сен өкпеледім екен деп сенің жәбілуіңді біреу жазып бермейді, я болмаса сенің тамағыңды біреу дайындап бермейді, я болмаса сенің киіміңді біреу алып бермейді. Тағысын тағы дегендей. Сондықтан Құдай тағала бұл өмірді бір рет берді. Барынша сол өмірге риза болып, жақсы өмір сүру керек деп ойлаймын. Қалғаны өзіңнің қолыңда ғой. Адамдарға өкпелеуге болмайды. Жалпы ешкімге өкпелеуге болмайды. Уақытыңды өлтіресің біреуге өкпелеп. Ондайдың қажеті жоқ. Өмірде өтірік айтқан кезіңіз болды ма? Өтірік айтпайтын адам меніңше жоқ та шығар. Енді керек кезінде бір қысылтаяң кезде бір өтірік айтатын кездер болады. Өтірік айтқан емеспін, тамақ судан тазамын деп айта алмаймын. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта дейді. Жазу үстеліне қандай көңіл күймен отырасыз? Оны айтып жеткізе алмайсың. Негізі сезінесің ғой сол кезде. Өлең жазатын сәтін келгенін білген кезде отырасың. Бальзактың бір сөзі бар ғой: есть поэты, которые чувствуют, и есть поэты, которые выражают первые наиболее счастливы деген. Енді білмеймін, мен сол сезініп барып отыратын шығармын жазу үстеліне. Негізі мен жазу үстеліне отырмаймын, жатып алып жазамын. Бір күнде қанша өлең жаза аласыз? Бір күнде бір күнде қанша өлең жазамын? Бір өлең жазасың ғой енді, бірақ бір жылда 10 өлең жазатын шығарсың, 20 өлең жазатын шығарсың. Ойыңыз әбден піскен соң, иә. Сөздеріңізге, өлеңдеріңізге сазгерлер ән жазайық деп ұсыныс айтқан кездері болды ма? Мен өзім ондайды қаламаймын. Иә, келді. Бірнеше рет мен осындай ән жазып жүрмін, осындай деп жігіттер. Одан кейін бір рет жұмысқа келді бір жігіт. Мен өзім қайтарып жібергем 2 рет. Содан соңғы келген жігіттің бой әнін тыңдап көрсем, жақсы екен әні. Одан кейін жарайды деп алдым да мен жаздым сөзін. Орындалды? Жоқ, жаздым. Сөйтіп едім, анау риза болып кетті, келіп алды. Одан кейін барып бір орындаушыға берді. Атын айтпай қойдым. Сөйтсе осындай сөздер болса деп. Сонымен келіпті. Сосын жаңағы текст қайтып алдым да, одан сау болыңыз дедім, өйткені маған ондай кәдімгі аяулым, бір әлі қаяу мұң дейтін нәрселер қажет емес. В общем, жаным бір нәрсе деген сияқты сөздерді қосу керек дейді ол. Бүгінгі жастар. Поэзия анау не да? Бірақ мынау әдемі келіп тұр. Кейін әлгі мәтінін жазған кезде мен оны кейін ретроға айналатындай қылып жазған. Бір әндер болады ғой. Бір маусым тыңдалады дағы, одан кейін ол қайт тыңдалмайды. Мәселен, әлгі Нұртас, Қайрат Нұртас ба, соның бір Арман дейтін ән шықты ғой баяғыда. Сол кезде тыңдалды да, қазір ешкім тыңдамайды оны. Нұрғиса Тілендиевтің Құстар әні мысалға. Тұмабай Молдағалиев сөзін жазған. Соны әлі күнге тыңдайсың ғой бір ностальгиялық сезімге беріліп бір жатқан кезде. Сондай бір әндер, мен сол әнді тыңдап алып, сондай бір көңіл күймен жазғам. Жаңағындай, өйткені музыкасы баяу етін, әннің әдемі бір. Сонымен келісімге келдім, одан кейін де 1-2 рет айтылды адамдардан, бірақ мен жазбайын дедім. Маған ұнамайды екен дедім. Мінезіңіз шатақ па? Білмеймін. Қалайдың берген мінезі? Жоқ, білмеймін, ол кімге қалай екен, өзің айта алмайсың ғой. Бұрын дұрыс емес болған шығармыз, бірақ қазір барынша баланста ұстаймыз ғой. Енді сіздің спортқа жақын екеніңізді білеміз. Спорт тақырыбына? Иә, спорт тақырыбына. Өзіңіз спортпен айналысасыз ба?
мектеп кезінде айналыстық қой енді. Әр нәрсенің бір басын жағып, ол спортпен айналыстық дегенге келмейді. Ол жаңағы қызығушылық қой. Мүмкін мен спортпен айналысатын бедім, егер сол кездегі менің жаттықтырушым болған кезде, сол кезде мен барып жүрген секция уақытша жабылып қалмағанда сондай жағдайлар болды. 3 ай ма, 5 ай ма қатыстым, одан қойып кеттім. Біздің секциямыз жағдайға байланысты ауылда жабылып қалды. Одан кейінгісі ел қатарлы барып, кешкісін доп ойнау не деген нәрселер ғой. Одан кейін былай спортпен елдің бәрі спортпен айналысып деп жатады көп адамдар, бірақ мен өзім спортпен кәсіби тұрғыда айналысқан емеспін. Кәсіби тұрғыда айналысу деген ол кем 3 жыл айналысу ғой, 5 жыл. Я болмаса бір нәтижеге жету, бір Қазақстан чемпионы болу, я болмаса облыс емес, Қазақстан чемпионатында орын алу жоқ. Сондықтан спортпен айналысым деген болмайды. Ол өзің үшін дене шынықтыру деген ол басқа нәрсе. Ең алғашқы жазған өлеңіңіз есіңізде ме? Балалық көңіл күй ғой ол. Ол мектеп жасында шамамен 8-9 класстардан екен, сол кезде жаздық. Мен оны өлең дей алмайсың ғой. Ұйқасы бар. Қай тақырыпта еді? Көбісі ана тілін туралы жазған шығар, біздікінде солай болу керек. Кітабыңыздың аты «Миллениум», ерекше аты екен. Ат таңдауда өлеңдеріңізді де байқап қарасам, аттардың бәрі ерекше. Талғампазсыз ба? Адам бір орында тоқтап қалмайды ғой. Кез келген тірлікте қозғалыс керек, динамика керек. Мен көбінесе поэзияны оқымай, көбінесе прозаны оқимын. Сол кезде неше түрлі нәрселерді оқисың. Оның үстіне «Миллениум» деген аттың өзінің бір жағы, мынау біздің Тараз 1000 жылдардан бері тарихы бар қала. 2000 жылдық тарихынан бөлек, Айша мен Қарағанның махаббатының өзі 1000 жылдықтарға жалғасатын әңгіме. Ол бір махаббаттың символикасы сияқты, символы сияқты бізде. Сондықтан және мен өзім осы 1000 жылдықтары тоғысындағы шаһарда тұрғандықтан осындай 1000 жылға жүк болатын махаббат дастаны, махаббат несі бар өмірде тұрғандықтан, және менің өзім бір 2-3 сондай тақырыпта өлең болғандықтан осы тақырып таңдадым. Ал өлеңдерге тақырып болған кезде ол теңеулерге байланысты болады ғой. Мәселен адамдар, мен мәселен гүлдердің көп түрін жақсы көремін. Бір ерекше гүлдер болады. Мысалға стеблица деген гүл бар. Мына жағы гүл, мына жағы құс сияқты да. Соны өлеңге алған кезде не істеймін, тақырыбын стеблица деп қойғаннан гөрі гүл құс деп қойған әдемі болады. Осындай бір жағдайлар әсер ететіні рас. Бұл енді басқаша көрінуі мүмкін. Сол жағынан айтып отқан шығарсыз. Ол енді бір талғампаздық емес, бір жылт еткен ойдың жүзеге асырудан туады ғой. Біздің жақтың Раушаны кеш гүлдейді деген өлеңіңіз бар екен. Раушан өмірде бар адам ба, тұрмыста ма, қазір қайда жүр? Қазір қайда екен білмеймін, негізі бар адам. Мектепте оқып жүргенде ғашық болдыңыз? Жоқ, мектепте емес. Мектептен кейін. Тағы бір өлеңіңізде? Хабары жүрген, білмеймін қай. Құрсақта кеткен ұлым әкесін тауып келер депсіз. Иә. Барлық оқырманға қызық сұрақ шығар. Енді алдыңнан жиі шығатын нәрсе. Балаң бар ма деп сұрайды осы өлеңдегі 2 жолды айтып. Жоқ, олай емес сол. Мен бұл өлең маған еш қатысы жоқ. Бір дос баланың сондай бір әңгімесін тыңдап неғылған кезде таңға шейін отырдық, әңгімелесіп деген сияқты. Соның көңіл күйіне байланысты жазылған өлең еді. Бірақ енді айналып келіп өзім алдымнан шыға береді. Енді оны 2-ші, 3-ші жақта жазбайсың ғой өлеңде. 1-ші жақта жазылғандықтан енді өзім айналып табатын сұрақ шығар деп ойлаймын. Сізден көре береді ғой, бірақ? Иә. Енді қоя берсін, онда тұрған ештеңе жоқ. Әлеуметтік желілерде сіз туралы, өлеңдеріңіз туралы жазушы Несіпбек Дәутайұлы пікірін білдірген екен, оқып берейін. Жарқ еткен жарық сәуледей, немесе тұңғиықтан тулап шығатын асау ағыстай жалт қаратып жан тебіренісін тудырады. Ұйқас термейді, қисын іздейді, қиял кезеді.
Қисын мен қиял жоқ жерде бәрі де қара дүрсін болатынын біледі. Солардың бірі Табиғат Абайылдаев. Бұл жігіт мәртебелі поэзияның бекзат шумақтарының иесі деп жоғары баға беріпті. Енді қонақ кәде ретінде бір өлеңіңізді оқып берсеңіз. Күлеріңге құрбан қып мұң шеруді, түнеруде ұғама түн шерімді, біреулерге шайырдың паңдығын ор, ал біреуге шайырдың бір сеңілгі, қабағымда атойсап күннің реңі, тамағымда естелік түннің зері, қалайтыны беймәлім кімнің нені, сүйетіні беймәлім кімнің мені, жүргенімен жүгендеп тұсап бәрі, зәру менің жүрегім құшақ әлі, төзімімді бір сұлу құшақтады, сезімімді бір сұлу құшақтады, жүрегіме жан емес жарлыс дең, жарлысты түнде де жарық үстем, көз алдымда жүрерсің сағынбай-ақ, көз алдымнан кетермін сағынышпен. Тамаша. Айтысқа көз қарасыңыз қалай? Айтыс? Айтысқа. Айтысты көп тыңдамаймын. Өзіңіз айтысқан жоқсыз? Жоқ, айтысқан емеспін. Айтысты тыңдай, айтысқа баратын кездер болады, көретін кездер болады, таныш жігіттер бар. Солар айтысқа қатысып жатқан кезде барып көреміз. Бірақ былай жатып алып айтыс қарамаймын. Бұрын кезде маған айтыскерлердің ішінде былай тереңдігінен Оразалы Досболсынов дейтін айтыскер ақын болған, сол нетін соның бір айтыстарын көретін. Ал былай жатып алып айтыс көрмеймін. Сұхбат соңында біздің келесі айдарымыз бар, қайым айтыс деген. Мен алғашқы 2 жолын сізге оқып беремін. Сіз ойыңыздан қалған жолын құрап, осы жерде айтасыз. Есет Досалға звондап көмек сұраса бола ма? Болады әрине. Түсіндім. Індет келіп үйімізге қамады, билік 42.500 беріп жарады. Сол ақшаны бермесе де бұл билік намыстылар қажет ақшаны табады. Керемет. Табиғат қыз жүрегін жаралай ма, әлде бұл қыздар оған қарамай ма? Бұл жұлдыз бізге бұрын дос еді ғой, осындай сұрақпен кеп табалай ма? Тамаша. Сыр бойдақтық бүгінгінің кеселі, одан да ем іздеу керек деседі. Үйлен алмай жүр деп тағы айтарсыз, оғанда бар табиғаттың есебі. Тамаша, керемет, ұтымды ұтқыр жауаптар болды. Бүгін біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы ақын Табиғат Абайылдаев болды. Сұхбатымыз осымен тәмам. Шабытты, шуақты шақтарымыз мол болсын.